Бүгінгі тақырып өнеркәсіп географиясы. Яғни өткен сабақта өткен дүниежүзілік шаруашылықтың салалары, ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп деген тақырыптың жалғасы. Металлургия өнеркәсібіне тоқталатын болсақ, металлургия мынау схемадан көріп тұрғандарыңыздай қара металлургия және түсті металлургия болып екі салаға бөлінеді. Темір кенін өндірудегі жетекші мемлекеттер ол Ресей, Қытай, Бразилия, Австралия мемлекеттер, есте сақтаймыз. Жылына 750 миллион тонна болат балқытылады. Бұл саланың даму қарқыны соңғы жылдары аздап бәсеңдеуде. Түсті металлургия салаларының географиясына шикізат базасының ерекшелігі және металды өңдеу технологиясы әсер етуде. Түсті металдың кен құрамындағы үлесі өте төмен, сондықтан да оны алысқа тасымалдау тиімсіз. Түсті металлургия Чили, Перу, Индонезия сияқты елдерінде отар және жартылай отар болып тұрған кезеңдерінен дамыған. Бүгінгі күнге дейін Қазақстанның кәсіпорындары 8,7 миллиард тонна кенді барлап шықты. Оның 73% жеңіл өндірілетін кен орындары. Қазақстан елімізде өндірілетін темір кенінің 70%-ын экспортқа шығарады. Қазақстанда дүние жүзіндегі ең ірі алпауыт қара металлургия компанияларының бірі Металл Стильдің офис орналасқан. Республикамыздағы жалпы өнеркәсіп өндірістері шығарылған 12,15% қара металлургия саласының үлесінде, яғни үлес салмағы 6%. Еліміздің өнеркәсіптері мырыш, қорғасын, мыс және сирек кездесетін металдарды өндіріп балқытады. Рафинатталған, яғни тазартылған мыс шығару Қазақстанда жақсы жолға қойылған. Қазақстанның өнеркәсіп орындары тазартылған мыстың көп мөлшерін Еуропа елдеріне, Германия және Италияға шығарады. Қазақстан алтын өндіруден де құр алақан емес. Қазіргі таңда 175-ке жуық алтын кен орны бар екені ресми түрде нақтыланған. Келесі сала бұл машина жасау. Машина жасау, мынау схемадан көріп тұрғандарыңыздай, ауыр техника, көліктер жасау, электроника деген негізгі салаларға бөлінеді. Дүниежүзілік шаруашылық салаларының арасында қызмет көрсету саласы жағынан және өндірілген өнім құны көрсеткіші бірінші орында. Бүкіл машина жасау саласындағы өнімнің 10-9 бөлігін экономикасы дамыған елдер шығарады. Машина жасаудың салалық құрылымы ескі, жаңа және ең жаңа салалар деп бөлінген. Ескі салалар ол кеме жасау мысалы. Ескі салалар тұрақтанды, немесе біртіндеп құлдырау үстінде, ал жаңа салалар, яғни автомобиль жасау, біршама ілгерілеу бар. Ең жаңа салалар ол электронды машина жасау жылдам және тұрақты даму үстінде. Дүние жүзінде 4 машина жасау аймағы бар. Олар, есте сақтаймыз, біріншісі Солтүстік Америка, яғни машина жасау өнімінің барлық түрі бар онда. Екіншісі Европа, машина жасау өнімін шығару жан-жақты дамыған. Үшіншісі Шығыс және Оңтүстік Шығыс Азия, машина жасауда жоғары технология өнімдерін қолданады. Келесі ТМД елдері, халықаралық маманданудың басты салалары. Қазақстанның машина жасау кәсіпорындары пресс-автомат, яғни Шымкентте, металл кесетін станок Алматыда, аккумулятор шығаратын завод Талдықорғанда, сорғыш, яғни насос шығаратын завод Астанада, рентген аппараты Ақтөбеде және басқа да бөлшек түріндегі өнім түрлерін шығарады. Өнеркәсіптік құрал жабдық өндірістерінің ірі орталықтары Алматы, Қарағанды, Өскемен, Шымкент, Атырау қалаларында шоғырланған. Ауыл шаруашылығы машинелерін шығару орталықтары Астана және Павлодар қалалары болып табылады. Қазіргі таңда машина жасау өнеркәсібін дамыту мақсатында жаңа кәсіпорындар салу үшін шетелден инвестиция тартылуда. Инвестиция медициналық құрал жабдық, ауыл шаруашылығының техникасын, дизель қозғалтқыштарын, тамақ өнеркәсібі құрал жабдықтарын, электр қозғалтқыштарын және басқа да тауар түрлерін шығаруға бағытталған. Нәтижесінде автомобиль құрастыру зауыттары Өскеменде, Қостанайда салынды.
Швеция, Оңтүстік Корея, Германия, Жапония елдерімен бірлескен кәсіпорындар астық комбайны, тұрмыстық техникалар және басқа қажетті құрал-жабдықтар шығаруда. Келесі сала химия өнеркәсібі. Химия өнеркәсібі, мына схемадан көріп тұрғандарыңыздай, тау-кен химиясы, негізгі химия, органикалық синтез деген салаларға бөлінеді. Өнеркәсіптің негізін мұнай химиясы және полимер материалдары өндірісі құрайды. Дүниежүзінде ол дамыған 4 аймаққа ақш, Батыс Еуропа, Жапония және ТМД елдері жатады. Әрқайсында тау-кен химия өнеркәсібі, минералды тыңайтқыштар өндірісі, органикалық синтез химиясы және полимер материалдар өндірісі дамыған. Қазақстанның химия өнеркәсібі оңтүстік және батыс Қазақстанның мол қоры бар фосфоритті дамыған мұнай-газ өнеркәсібі, металлургия кәсіпорындардағы күкіртті газ өңдеу ісі, оңтүстік және солтүстік Қазақстанның бай тұз қоры негізінде дамыған. Атырау химия зауыты полиэтилен және пропилен, Ақтау пластмасса зауыты соққыға төзімді және көбіктенетін полистирол шығаруға маманданған. Теңіз мұнай-газ кен орны игерілгеннен бері Ақтау химия зауыты шикізатпен толық қамтамасыз етілген. Келесі орман және ағаш өңдеу өнеркәсібі. Орман және ағаш өңдеу өнеркәсібі, ағаш өңдеу және қағаз жасау деген салаларға бөлінеді. Мына схемадан көріп тұрғандарыңыздай. Таралу географиясы екі орман белдеуіне байланысты. Солтүстік орман белдеуі қылқан жапырақты ағаштарды дайындайды. Жақсы дамыған өңірлерге Канада, Финляндия, Швеция және Ресей жатады. Оңтүстік орман белдеуі жапырақты ағаштарды дайындайды. Орман шаруашылығы тропиктік Африкада, Бразилияда және оңтүстік шығыс Азияда дамыған. Біздің еліміз орман ресурстарына тапшы мемлекет. Негізінен шығыс және оңтүстік аймақтарда өседі орман. Келесі тоқыма өнеркәсібі. Құрамына табиғи және химиялық талшықтан мата өндіру кәсіпорындары кіреді. Дүниежүзінің барлық елінде тоқыма өнеркәсіптері жұмыс істейді. Басты орталықтары Шығыс Азия, Оңтүстік Азия, ТМД елдері, Европа, ақш. Аталған аймақтарда мақта мата және химиялық талшық маталары шығарылады. Соңғы кездері экономикасы дамыған елдерде тоқыма өнеркәсібінің көрсеткіші бәсеңдесе, дамушы елдерде керісінше қарқынды даму үстінде. Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп көптеген елдердің бюджет қорын толтырып отырған экономиканың жетекші салаларының бірі.